Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің даусыма түрме қатты мән бермеңіздер, мен аздап ауырып қалдым. Бүгін 3-ші күн тұмаумен ауырып жатқаныма. Өзіме осында шай дайындап қойдым. Алдын ала видео түсірем деп пландап қойғаннан кейін сол планмен ары қарай түсіруді шештім. Өзімнің жағдайыма қарамастан, менде бүгін барлықсы жақсы, тек қана аздап даусым өзгеріп тұр. Сол себепті бүгін даусыма түрме мән бермеңіздер, тек қана менің айтқанымды ғана тыңдаңыздар, иә. Сонымен кеттік. Сонымен, бүгін орыс тілін сіздерге әнмен қалай үйренуге болады, сол жайында айтайын деп шештім. Және де ең оңай әнді таңдап алып, бүгін разбор жасаймыз, әнге қазақ тіліне аударатын боламыз. Бүгінге Шазамнан қазақстандық топ 10 әндердің ішінен ең оңай деген бір әнді таңдап алдым. Хан Самат деген әншінің әні екен, мен білмейді екен бұл әншіні, бірінші рет естідім. Рейтингі өте жоғары әндердің бірі екен. Сол себепті осы әнді бүгінге пробный формат болғаннан кейін, пробный видео болғаннан кейін осындай жеңіл әнді таңдап алдым. Алдағы уақытта сіздерден отзыв, комментарий қолдау күтемін. Ән Хан Самат «Моя милая». Прошу, не говори, что не моя. Я прошу, не говори, что не моя. Кем же стали мы? Кто я для тебя? Моя милая, любимая. Мен аудардым, сүйкімді, менің сүйіктім. Мен былай мағынасына қарап аударып отырмын. Моя милая, милая деген бұл көрікті, сүйкімді деп аударылады. Любимая, любимая бұл сүйіктім. Қыздарға айтады любимая деп. Қыздар жігіттерге любимый деп айтады, сүйіктім деп аударылады екеуді. Я прошу, не говори, что не моя. Сендік емеспін деп айтпашы, өтінемін. Я прошу, өтінемін, мен өтінемін. Не говори, айтпашы, что не моя, сендік емеспін. Кем же стали мы, кто я для тебя? Біз кім болдық, мен кіммін сен үшін? Да, baby, это моя вина, невинная моя, невинная моя. Как же я поздно все осознал, я не хочу тебя отпускать. Сколько ты слез мимо пролила, невинная моя, невинная. Да, baby, это моя вина. Бұл жерде baby деген сөз ағылшын тілінен бала, бөпе деген сөз бөпе болып аударылады. Бұл енді ағылшын сөзі болғандықтан қазақ тіліне мен аударған жоқпын. Қалай жазылып тұр, солай жаздым. Я, baby, бұл менің кінам. Это моя вина. Бұл моя вина, менің кінам. Невинная моя, невинная моя. Невинная моя дегенді мен жазықсыз менің періштем деп аудардым. Невинная деген бұл жазықсыз, күнәсіз деген мағынаны білдіреді аударған кезде қазақ тіліне. Бұл жерде жазықсызым, менің жазықсызым деп айтуға да болады. Не болмаса, енді күнәсізім, менің күнәсізім деп айта алмайсыз. Бұл жерде тек қана жазықсыз менің періштем деп аудардым. Енді білмеймін, сіздердің нұсқаларыңызда қалай? Бұл жерде енді мен жай ұйқас ретінде періштем деген сөзді қостым. Негізінде періште деген сөз бұл жерде жоқ. Періште деген бұл ангел деген сөз. Как же я поздно все осознал? Қалайша мен бәрін кеш ұқтым. Не болмаса, қалайша мен бәрін кеш түсіндім. Я не хочу тебя отпускать. Мен сені жібергім келмейді. Сколько ты слез мимо пролила. Сен бекерге көз жасынды төктің. Мен аударыппын, қанша көз жасынды бекерге төктің. Знай, что всегда ты была одна. Біл, сен менің үшін жалғызым болдың деп аудардым. Знай бұл біліп жүр, біл деген біл деп аударылады. Ты в моих мыслях навсегда. Міне мына жерде навсегда деп жазылып тұр, мәңгілік. Сен менің ойымдасың, мәңгілік. Всегда мен навсегданың айырмашылығы. Всегда бұл үнемі, әрдайым. Навсегда деп айтылады, бұл мәңгілік. Знаю, что всегда ты была одна. Ты в моих мыслях навсегда. Ал
Ал достар, бүгінгі разбор осымен аяқталды. Бұл менде бірінші рет осындай форматта видео түсірдім. Сіздерге осындай форматта видео ұнаймы, ары қарай жалғастырғанымды қалайсыздар ма? Және алда қандай әнге разбор жасағанымды қалайсыздар? Соны жаза кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Одан кейін менің инстаграм парақшама да тіркеліп, сол жерден де менің жеке өмірімді бақыласаңыздар болады, егер қызық болатын болса. Alright.